келісу туралы ешқандай норма болған жоқ. Қазіргі уақытта сол проблема ушығып кетіп, қазір осындай деңгейге жеткенде, мысалы қазір Алматы, Атырауда, Шымкентте өте үлкен проблемалар туындап тұрды. Сол себептен қазіргі уақытта заңға өткен жылы өзгеріс енгізілді. Сол өзгеріске сәйкес, егер де бұның алдында болмаған, қазір енді жер участка алардың алдында, егер де ол аэропорттың аймағында, айналасында 13 километр ішіне кіретін болса, міндетті түрде аэропорттан рұқсат алғаннан кейін ғана әкімдік жер учаскені жерді беруге құқылы болады. Қазір уақытта сол норма енгізілген. Ал АИС ГЗК-да белгілер жоқ, сол себептен қалай біз оны көреміз, қалай білеміз деген әкімдіктің қазір уәждерін таңдап отыр. Енді ондай жағдай орын алмау үшін АИС ГЗК-ға тиісті белгілер болу үшін қазір біздер зонирование жасауымыз керек. Зонирование территории деп. Бұл жөнінде біз тиісті тапсырма осы жылдың сәуір айында жолдадық. Түпқараған, Мұнайлы ауданы әкімдеріне. Сол қазір жұмысты сол жүргізіп жатыр. Бірақ қазір енді кейбіреулері ол туралы білмейді екен. Бірақ қазір бізде тапсырмамыз бар. Ол бойынша жер қатынастары басқармасы жетекшілік етіп қадағалап отыр. Бізде мерзімдері де бар. Келесі жылы бұл мәселе шешіледі деп ойлаймыз. Сонда әкімдік қызметкерлері білмей беріп жіберсе де, түбінде жерді өлшеуге, беруге келгенде ол бәрібір базада қызыл болып тұрады, яғни келісім болмағандықтан ол учаскеге акт шығарылмайды. Сол себептен қазір бұл жұмыстар жүргізіліп жатыр.